Құрметті тыңдармандар, бүгін біз сіздермен олигополия нарығындағы фирмалардың іс-әрекеттерін қарастыратын боламыз, және олардың іс-әрекетін түсіндіру үшін біз тұтқынның дилеммасы теориясын қолданатын боламыз. Нарықта екі фирмасы бар олигополия түрін біз дуополия деп атаймыз. Осы дуополия нарығындағы екі фирманың іс-әрекетін түсіндіру үшін біз ойын теориясын қолданатын боламыз. Жалпы ойын теориясы ол адамдардың стратегиялық жағдайларда өзін қалай ұстайтынын зерттейтін ғылым бағыты болып табылады, және ойын теорияларының ішіндегі аса танымал теориялардың бірі тұтқынның дилеммасы деп аталады. Енді тұтқынның дилеммасы теориясын толығырақ қарастырайық. Аталған теория бойынша екі ұры қылмыс барысында тұтқынға алынады. Және осы екі ұрыға өткен шақта жасалған бір қатар қылмыс бойынша кінә тағылуы мүмкін. Өзара сөз байласпас үшін екі ұры бөлек камераларда қамауда ұсталуда, және тергеу барысында олар сұраққа жауап беру барысында екі стратегия таңдай алады. Бірінші стратегия аталған қылмыс бойынша өзінің кінәсін мойындау немесе өзінің кінәсін мойындамау стратегиясы. Егер де бірінші ұрыда, екінші ұрыда аталған қылмыстар бойынша өздерінің кінәсін мойындаған жағдайда, бірінші ұрыда, екінші ұрыда 8 жылға бас бостандығынан айырылады. Ал егер де аталған қылмыстар бойынша екінші ұры өзінің кінәсін мойындаған жағдайда, екінші ұры бостандыққа шығарылады, ал аталған қылмыстарды жасаған, бірақ өзінің кінәсін мойындамай жалған ақпарат берген бірінші ұры 20 жылға бас бостандығынан айырылады. Және керісінше жағдай. Егер де бірінші ұры аталған қылмыстар бойынша өзінің кінәсін мойындаған жағдайда, бірінші ұры бостандыққа шығады, ал аталған қылмыстарды жүзеге асырған, бірақ кінәсін мойындамай жалған ақпарат бергені үшін екінші ұры 20 жылға бас бостандығынан айырылады. Егер де аталған қылмыстар бойынша өздерінің кінәсін бірінші ұрыда, екінші ұрыда мойындамаған жағдайда, бірінші ұрыда, екінші ұрыда 1 жылға ағымдағы қылмысы үшін ғана бас бостандығынан айырылады. Енді аталған тұтқынның дилеммасы теориясын біз дуополия нарығындағы екі фирманың іс-әрекетін түсіндіру үшін қолданайық. Алдарыңыздағы кестеде мұнай саласындағы М және С компаниясы берілген. Осы екі компанияның алдында екі стратегиялық шешім таңдауы бар. Ол көп ірі өндіріс көлемін таңдау стратегиясы немесе аз өнім өндіру стратегиясын таңдау. Егер де М компаниясы және С компаниясы көп өнім өндіру стратегиясын таңдаған жағдайда, М компаниясы да, С компаниясы да бірдей 40 миллиард теңге жалпы табысқа қол жеткізе алады. Егер де С компаниясы көп өнім өндіру және арзандау бағамен сату стратегиясын таңдаған жағдайда, С компаниясының табысы 60 миллиард теңгеге дейін жетеді. Ал аз өнім өндіріп, қымбаттау баға орнату стратегиясын таңдаған М компаниясы бұл жағдайда тұтынушыларын жоғалтып 30 миллиард теңге жалпы табысқа қол жеткізеді. Және де керісінше жағдай. Егер де М компаниясы көп өнім өндіру стратегиясын таңдаған жағдайда, ол жалпы табысын 60 миллиард теңгеге дейін жеткізе алады, ал аз өнім өндіріп, қымбат баға орнату стратегиясын таңдаған С компаниясы жалпы табысы 30 миллиард теңгеге жетеді. Ал егер де С компаниясы да және М компаниясы да аз өнім өндіру стратегиясын таңдаған жағдайда, М компаниясы да, С компаниясы да бірдей 50 миллиард теңге жалпы табысқа қол жеткізе алады.